Ассалаумағалейкум бауырым, видеоға қош келдің, кел отыр жайғас. Бүгінгі біздің тақырыбымыздың аты қыздардың изменаға бару себебі деп аталады. Егер де дәп қазір осы сәтте сені досым қызын тастап кетсе, мен оның себебін білемін. Және де оның себебін саған айтқымақ келіп тұр. Бұл себеп өте, қалай айтсам екен, бұл шындық. Ал шындық әрдайым өте ашты тиеді. Оны білу өте ауыр. Сен оны мойындауы мүмкінсің. Мына жақта может кейбіреулерін тағы басқа жігіттер маған жазу мүмкін, типа, міне сен дұрыс емес айтып атсың, келіспеулері мүмкін менімен. Бірақ кейбіреулері шынымен де келісіп, брат, дұрыс айтасың, шындық осы жақта жатыр деп жазуы да мүмкін. Сондықтан да мен қалаймын, чтобы қазір саған айтқан кезде сен мынаны естіп ренжіп қалма. Мен сені шын мәнінде қатты жақсы көремін. Және де осы жақсы көргендіктен саған көмектескім келеді. Анау бар сияқты, өтірік басқа достарын сияқты, тастап кетті ма қызын? Болды енді, түк етпейді деп күліп өтірік нете бергім келмейді. Мен саған шындықты айтқым келеді. Мен сенің нағыз шынайы досың болғым келеді. Сондықтан да бұл айтатын сөзімді оскорбление ретінде қабылдама. Дайын болсаң, бастайық. Сені қызын тастап кеткен бірден бір себебі сен досым әлсіз болып кеттің. Бұлайша қарапайым тілмен айтқанда сен лох болып кеттің, лох, мешок. Сен қазір маған айту мүмкінсің, в смысле лох болып кеттің да, сен өзің лохсың, деп маған стрелканы перевод жасау мүмкінсің, конечно. Бірақ қара, тыңдап алшы, просто біріншіден. Қара, мен саған айтқым келгені, қыздар, олар әрдайым мықты еркекке қарай ұмтылады. Олар девушки всегда тянутся к силе деп айтады. То есть, сен өте мықты, күшті болсан, өте сильный мужчина болсан, барлық қыздар саған қаратай автоматты түрде тартылатын болады. На подсознательном уровне, түп саналық деңгейде олар бәрі сенікі болатын болады. Бұндай құбылысты гипергамия деп атайды. Ол кәдімгі научный термин ғой енді. Гипергамия дегеніміз, ауысып кетті ғой, сори. Гипергамия дегеніміз қыздың барлық қол жетімді оған жігіттердің арасынан жоғары әлеуметтік мәртебесі бар жігітке неке құру ұмтылысы. Яғни, мысалға қыз 10 шақты бір жігіттермен общение ұстайды деп ойлайық, 10 шақты жігіттермен общение ұстайды, және де олардың ішінен по-любому 9-ы нормальный жігіттер болады, және де біреусі өте күшті, байсалды, жақсы бір тұқымнан шыққан, мықты, күшті, бай, білімді жігіт болуы мүмкін. Солардың ішінен әрине қыз бала сол біріншіні таңдайды, қалған 9-ын бәрін сырып тастайды, лақтырып жібереді. Бұл құбылысты гипергамия деп атайды. Яғни қыздардың әрдайым мықтырақ, әрдайым күштірек, әрдайым білімдірек жігітке ұмтылу желаниесі, былайша айтқандай. Бұны гипергамия деп атайды. Гипергамия деген злома, ол жаман ба разве? Кейбіреулер, конечно, оны жаман деп ойлауы мүмкін, бірақ давайте оны түсіну үшін лучше келесі картинаны қарайық. Мына жақта мысалға қызға екі жігітте кеп сөз салып тұр. Екеуімен де сөйлесіп жүр мына қыз. Сендер қарасыңдар, мысалға сол жағындағы жігіт болса өте бай, керемет бір жоғарғы әлеуметті статустағы жігіт деп санайық, ал он жақтағы қарапайым Руслан, Руслан ол құрғана енді ғана, 28 жаста, тоже былайнан пойдет, білімі бар, образованиясы средний, машинасы бар, үйі бар, пойдет жігіт қой. Ал анау тұрған, анау сенсің, очкидағы. Сен крутой, в общем-то, нағыз өзінің, опять же, Руслан сияқты 28 жаста, уже миллионер, бәленбай Алматы бойынша квартираларын бәрі, машинан Бентли, в общем-то, түсінген шығарсың. В общем, сен крутой бір челсің ғой. Болсын ішінен қыз кімді таңдайды? Егер де сен өзің бір сәтке ғана қыздың орнына өзіңді қойып көрсең, сен кімді таңдай бередің? Мына екеуіншінен, егер де мен қыз болсам, мен, конечно, сені таңдайтын едім. Ана сол жақта тұрған красавчик тұр ғой, очкидегі, бұл сенсің. Мен сені таңдайтын едім, өйткені сен мықтырақ болып тұрсың оған қарағанда, дұрыс па? Мына бір жақта қызы еще более-менее нормальный екен, мына қыз бар ғой, ортадағы, өйткені екеуіне жақсы деп санап тұр. Бірақ шын мәнінде келетін болсақ, ана жігіт бай жігіт, ол үшін менде мықтырақ болып тұрды. Сол себепті сен де, егер қыздың орнында болсаң, осы жігітті таңдап, ана Русланға отказ беріп тастаушы едің.
И байқұс Русланды қыз таңдамағандықтан не істейді Руслан? Дұрыс. Руслан барады да жылайды, міне көріп түсіндер ме? Ол жылап жатыр. Және де қыздарды проклинать етіп жатыр. Оңбаған қыздар, өмірі өстейсіңдер де жүресіңдер деп. И ана подружкалар басқа қыздармен де танысқысы келеді, бірақ ана қызды айтады: саған ана Руслан ұнай ма дейді. Маған ол жігіт ұнамайды деп айтады. Маған да деп подружкасы оны қолдай кетеді. А мына жақта бұрышта тыныш мен ғой Нұржан ғой отырған. Ол Русланға айтып жатыр: Руслан, қыздар әрдайым мықты еркекке ұмтылады. Гипергамия деген это нормально деп понятие жегізіп жатыр сендерге. То есть мен де қазір отырып сендерге понятие жегізіп жатырмын, гипергамия жайында сол сияқты ғой. То есть гипергамия деген это қыздардың жақсы жігітке деген ұмтылысы ғой. Неге қыздар ұлдарды таңдайды? То есть не себепті вообще олар андай жақсы ол жаман ол деп бүйтіп бөледі? Қыздар мықты еркекті таңдаған кезде олар қалай таңдайды? Олар прям сезіп тұрады түп саналық деңгейде. То есть олар біледі, что мықты еркектен өте мықты ұрпақ шығатынын. Себебі ол өте күшті байсалды еркек болса, одан керемет жақсы балалар шығатын болады. Және де ол жаңағы мықты бай жігіт қызды де және екеулерінің арқасында пайда болған балаларды ол жігіт асырай алатындығын біледі. То есть сен өте бай жігіт болсан, қыз бала біледі, что сен оны асырай аласың, сен отбасында асырай аласың, өйткені сенде финансы жағынан барлығы жақсы, барлығы стабильны. Ал және де сен өте білімді болсан, ол жігіт дейді балаларына жеткілікті білім мен ілімді бере алады дейді. То есть егер де сен өте умный болсан, еще бай болсан, конечно, қыз саған ұмтылуға тырысады. Өйткені сен өте білімді болғандықтан, значит сен өте мудрыйсың. Сен өзінің житейский мудрыйсың да, бүкіл кітаптарына оқып жинаған тоқығанды өз балаларына беріп түсіндіре аласың. Сол себепті қыздар автоматты түрде білімді мен бай жігіттерге тартылады. Мықты еркектер олар өз отбасын қорғай алады. Себебі олар физически өте жақсы күшті болады. Мен енді керемет болып тұрған жоқпын. Ал сен досым сондай болуына тілектеспін. Енді қара. Мен саған жаңа айттым ғой, сені таңдамайтын себебі сен әлсіз болып кеттің, яғни мешок, лох болып кеттің. И сен өзіңді отрицать ету мүмкінсің. Жоқ, мен лох емеспін. Мен абнормальный жігітпін деп ше. Но дұрыстап тұрып, егер де түп саналық деңгейде давай екеуміз ғана отырып, тыңдап, сен ұялмай-ақ просто ойланып көрші өзің, өміріне, қазіргі өміріне ризасың ба? Сен өзінің күнделікті сүйікті ісімен айналысып жүрсің бе? То есть, который дело мечты дейді ғой, өзінің любимый бір ісін, сен по-любому бір талантың бар, и сен сол талант, Алладан келген талантты развивать етіп, сонымен дамытып, және де ол саған өзіне де ұнайды. Саған бұл істі жасаған кезде ләззат келеді, және сен түк қиналмай-ақ бұл істі өте жақсы жасайсың. Бұл сенің сүйікті ісің. Сен сол ісімен айналысып жүрсің ба? Жоқ, әлде сен басқа біреуге, Алланың өзі сені бос қылып жаратқан кезде басқа біреудің құлы болып жүрсің бе? Сен күнделікті тұрғыда спортпен шұғылданасың ба? Яғни айтқым келгені, сен действительно өзіңді ешқандай артық салмағы жоқ, ешқандай артық жиры жоқ керемет атлет ретінде көріп тұрсың ба? Егер де жауабын жоқ болса, демек есть над чем поработать. Және де сен айына миллиондап ақша тауып жатырсың ба? Сен айына қаншама тауып жатырсың? Қанша? 300 мың табасың ба? Примерно 300 мыңдай. Мен саған айтайын, ана біреу, KFC-де жұмыс істейтін лох бар ғой. Ана біреу Руслан тоже 300 мың теңге табады ғой. Ол да 300 мың теңге тауып жатыр. Соответственно, сен және де Руслан екеуінің ешқандай айырмашылықтары жоқ. Сен, получается, тура сонымен бірдей деңгейде тұрсың деген сөз. А бұл дегеніміз сені айырбастай салу өте оңай. Сол себепті де сенің қызың жаңа ғана алдыда ана KFC-де жұмыс істейтін лохқа сені измена жасап жүрді. Міне, осы себепті бұның барлығы болады. Чтобы сен егерде өзің жеткілікті деңгейде құнды екенді көрсетсен, ешбір қыз сені изменаға апармайды. То есть ешқайсы сені ауыстыруға даже дәті бармайды. Соны түсінгенді қалаймын. Енді қара, мен саған бұның барлығын айтып жатырмын ғой, басқаларды айтып, ана біреу KFC-дағы лох деп ше, бірақ мен қаламаймын сен үйтіп басқаларға қарап, өзіңді басқалармен салыстырған ше. Мен бұл мақсатпен саған бұның бәрін айтып жатқан жоқ. Бұл жақта мораль, бұл историяны мүлде бөлек. Сен өзіңді өзгелермен еш уақытта салыстырма. Бұл дегеніміз депрессияға түсудің ең оңай жолы. Егер де біреуді көріп, өзің недостаточно хорош екенді көрсең, сен сразу депрессия мен апатияға ұшырап кетесің. Сен единственный соперник, который сен өзіңді салыстыру керексің. Ол сен өзің
кешегі өзіңмен салыстыр. Яғни кеше сен қаншама 30 отжимание жасасаң, бүгін 35 жасасаң, значит сен одан гөрі мықтырақ болып келетсің. Сен бір орында тоқтап тұрған жоқсың, сен даму үстінде жүрсің деген сөз. Әркім өз уақыттық аймағында қозғалып жатыр деп жаздым. Әркім уақыттық, то есть любой адамның өзінің бір уақыттық аймағы болады. Қара, мысалға біреу уже 20 жасында миллионер болып кетіп атады. Біреулер 28 жасында директор болып орналасып алады. Мысалға кейбіреулері президент болып 40 жасында нетеді. 40 жасында президент болады. Ал мысалы жаңағы Дональд Трамп сияқтылар орын наоборот үлкен уже 70 жастарында тамам бірақ қана президент болады. То есть біреулер ертерек үйленіп алады, мысалға 20 жасында уже балалы шағалы болып атады. А біреулер тек қана 30 жасында ғана енді ғана өзінің ең алғашқы махаббатын тауып, сонымен үйленгелі жатады. Сондықтан айтқым келгені, сен ешкімнен де қалып келе жатқан жоқсың, және де сен ешкімді озып та келе жатқан жоқсың. Сен бар болғаны өзінің жеке уақыттық аймағында, өз бабында келе жатырсың. Асықпа ешқайда. Алла тағала бәрімізге өзіміздің уақытымызды берген. Біз қай кезде өзіміз дайын боламыз, сол кезде біз өз дайын болғанымызды сеземіз. Бұл историяның моралі мен саған айтып жатқаннан барлығын не үшін айтып жатырмын десең, сен әрдайым даму үстінде жүру керексің дегім келеді. Яғни бір орында тоқтап тұруға болмайды. Бұл нағыз саған айтқым келетін посыл. Сен өзімен әрдайым жарысып жүру керексің. Өзінің кешегі өзімен жарыса берсен, сен бір орында тоқтамай, әрдайым дамып, әрдайым бір нәрсені оқып, біліп, всегда жақсырақ, көбірек ақша табуға ұмтылып жүрсен, сен нағыз күшті, байсалды, жоғарғы статустағы жігітке айналасың. Енді қара, қозғалыстағы су дейді. Яғни сен өзің тура су сияқты болуың керексің ғой. Сен әрдайым қозғалыста болуңсың. Мейлінше сен қозғалыста жүрсен, сен өте таза, свежий су боласың. Мөлдіреп тұрған керемет бір су болып тұрасың ғой. Ал егер де бір орында тұр қалсаң, сен онда мына бір тоқтап тұрған болотаға айналып кетесің. Яғни адамда екі ғана состояние жизнисі бар. Ол өмірде либо постоянно өсіп тұрады, немесе ол астға қарата деградировать етеді. Тоқтап тұру деген, бір орында тоқтап тұра алмайсың никогда. Сен тек қана либо нашар бола бастайсың, либо жақсы сторона қарата кете бастайсың. Сондықтан айтқым келетіні, жаңағы мораль всей истории, әрдайым даму үстінде жүре бер бауырым. Болды. Міне, айтқым келгені осы. Егер де саған видео ұнаса, сен оны жақсы түсінсең, онда барлық қыздар по-любому сенікі болады. Келесі видеоларда кездескенше, сенімен бірге болған Нұржан, давай брат, аман, сау бол.